Ассалаумағалейкум баршаға, сіздермен Ықылас Аралбаев. Сабақларымызды давам етеміз. Хоп, бүгіннен бастап, яғни таза плейлист аштық. Осы плейлистімізде сіздермен SAS технологиясын өтеміз. Хоп, SAS өзі не? SAS хақында тоқталып өтетін болсақ, SAS-тың өзі бізге обычно CSS жазып отырмыз ғой әзір. Сол CSS-імізді как кодын оптималастырып беруші нәрсе. Яғни CSS-ке текарланған препроцессор. Бұл хақында қазір практика болатын уақытында түсініп аласыз. Яғни біз мысалы үшін CSS-те 20 қатар код жазатын болсақ, бұл SAS бізге соны қысқартудың жолын қылады. Яғни кодымызды көбірек оптималастырып, бізге керекті нәтижені әкеліп беруге әрекет етеді бұл SAS. Хоп. Значит, SAS бұл бізге CSS-імізге көмекші нәрсе екен. Яғни біз CSS-тің орнына SAS арқылы қолданады екенбіз енді. Хоп. Енді SAS синтаксі қандай болады? Яғни CSS-тен қандай фарқ қылады? Бұл жерде көріп тұрсыз, SAS-тың синтаксисі, яғни CSS кеңейтпесімен жазылған халдағысы. Бұл жерде жазылып жатыр да, обычно CSS-імізде мінекей, өзіміздің section, яғни селектор қылбағаннан кейін ішіне property-лер жазылады. Әмде ол селектордың ішінде тағы бір мәрте класс болатын болса, оған бұяқа бұрынғы селекторымызды және жазып, оның астына ішіндегі алушы child'ымызды, яғни ішіндегі элементті қайтадан жазуымызға тура келетін еді. Ал өзіміздің SAS-та болатын болса, яғни SAS препроцессор арқылы пайдаланатын болсақ нәрсені, ата тегі, яғни parent child деген түсінік бар бізде. Яғни section, бұл жердегі section бізде parent есіп барады, әмде классы 1 бізде оның child'ы, яғни баласы есебінде қолданылып жатырды. Хоп, бұл жерде екінің парқын қарайтын болсақ, бұл жерде section 3 мәрте қолданылған. Өзі программистердің ең жаман көретін нәрсесі бұл бір кодты бірнеше мәрте тәкрарлау. Яғни don't repeat yourself, өзіңнің жазған кодыңды қайта тәкрарлама деген нәрсе бар. Бұл жерде сол нәрсеге текарланған халда бізге кодымызды ілажы барынша оптималастырып беруге әрекет ететін нәрсе. Қарап отырған болсақ, section ашып жатырды бұл жақта, оның ішіне sectionға тиесілі болған стильдерді жазғаннан кейін, ішіне оның child'ларын, оның ішіне nested child'ларын жазып кетіп жатырды. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бізде де SAS-та екі түрлі кеңейтпе бар, тикарынан SCSS әмде SAS-тың өзі. SCSS һәм SAS-тың өзі бұл тикарынан SAS-тың екі түрлі версиясы, әмде олардың тикарға айырмашылығы, мысалы үшін SCSS-ті көріп тұрсыз, өзіміздің section ашылады, то есть селектор ашылады, әмде оның ішінде жазылу керек болған property value-лар селектордың алдына фигурная скобка ашылған халда жазылады. Яғни бұл кәдімгі обычный CSS-іміздегі ұқсап кетеді. Ал SAS кеңейтпесімен жазатын болсақ, біздер SAS-та сәл басқашалау, кім Python-ды көрген болса, Python-да как if, немесе соңғы ұқсаған кодлар ешқандай фигурная скобкасыз жазылады. Bio-да сондай. SAS-та соңғы ұқсап кетеді, ешқандай фигурная скобкалар жоқ, точка өтірлер қойылмаған ақырына. Бұдан басқа айтарлықтай үлкен парқы жоқ CSS һәм SAS-тың. CSS жазып жүрген адам үшін меніңше SCSS-тен пайдалану қолайлырақ деп ойлаймын. Соның үшін біздер сабақларымыз davomida SCSS версиясынан пайдаланып кетеміз. Болмасам сабағымызды давам еттіреміз. Енді сіздермен осы SAS-тан қайтып пайдалануды көріп шығамыз. Бірінші кезекте бізде керек болады рабочий столымыздан бір папка ашып аламыз. Мысалы үшін SAS SCSS дейік. SAS SCSS деп папка ашып алғанымыздан кейін оны келін өзіміздің VS кодымызды ашып аламыз. CMD бұяққа код арқылы. Қалесеңіз өзіңіз қалеген жолменен VS кодты ашып алуыңыз мүмкін. Бізде бірінші керек болатын файл өзіміздің index.html. Яғни HTML кеңейтпесі бар болған файл. Оның ішіне басланғыш өзіміздің HTML-дің структурасын жазып алуымыз керек болады. Бұяққа SAS lesson 1. Яғни бүгін SAS бойынша бірінші сабағымыз. Келін берге енді таза файл ашамыз. Stylus. Хоп, енді оның ішінен ең керекті болған файлымыз, яғни бізде стильдер жазуымыз керек болған жер main.scss. Это бар берем, бұл жерде CSS, немесе SAS емес, SCSS кеңейтпесі арқылы жазуымыз керек болады. Ал бұл жақта main деген аты болса, өзіңіздің қалеген түріңізде болуы мүмкін. Мысалы үшін stylus деп қоюыңыз мүмкін, немесе соңғы саған тәртіпте өзіңіз қоюыңыз мүмкін. Ал ізінде болса, SCSS кеңейтпесі болуы шарт. .scss болуы шарт. main.scss файлын жаратып аламыз. Яратқаннан кейін, бірінші бізде білуіміз керек болған нәрсе,
бізде өзіміздің объектіне CSS-ті жалғағандай қылып, HTML-ге CSS-ті жалғай алмаймыз. Яғни браузер бізде HTML, CSS, JavaScript файл тілдерін оқитын болса, SAS деген нәрсені біздердің браузеріміз оқи алмайды. Бірінші болса, екінші видеомызда алдаспасам жоғары бет рекомендация шығады. Компайлер деген нәрсе haqqında түсіндіріп кетіп едім. Бұл бір тілден екінші тілге тілді айландырып беретін нәрсе. Мысалы үшін, мен кімгедір қаралбақша сөйлейтін болсам, ол английский болатын болса, ортада переводчик болады, Вот. Соңғысаған нәрсе компайлер. Яғни, мысалы үшін мен жаңа айтқанымда CSS-ті index.html-імізге жалғай алмаймыз, бірақ ортада бізде CSS болуы шарт. Яғни біз CSS пенен HTML жалғай аламыз. Вот. Енді CSS пенен SCSS оларды бір-біріне айландырып беретұғын бізде компайлер керек болады. Бұл компайлер біздің VS Code код редакторымызда бар, яғни extension сипатында оны ұстанып кетіп аламыз қазір. Шет тарапта extensions, яғни рус тілінде болатын болса, сіздің VS Code'ыңыз расширение, алдаспасам сондай болу керек. Үш тарапқа өтіп, Live SAS Compiler. Осы нәрсені ұстанып кетіп алуыңыз керек болады. Яғни менде ұстанып кетілген қазір. Осы нәрсені ұстанып кеткеннен кейін SAS файлымызға барамыз. Мысал үшін өзіміздің бірінші жазатын кодымыз, яғни браузердің полномочия стилінен алып тастау. Margin 0, padding 0, мысал үшін box sizing border box. Осы нәрсені енді CSS файлға өткеруіміз үшін төменде watch SAS деген бөлім келіп шығады. Осыны басатығын болсақ, неке? Уже styles папкамыздың ішінде main.css, main.css.map деген файлдар келіп шығады. Main.css файлымызға қарайтын болсақ, неке? Бұяқтағы SAS-тағы жазған кодымыз, соны просто CSS-ке өткеріп беріп атырды. Болды. Енді бізде өзіміздің пайда болған, яғни LiveSAS Compiler бізге динамически шығарып берген файлымызда main.css-ті index.html файлымызға жалғап алуымыз мүмкін екен. Енді соны жалғап алайық. Өзіміздің линк тег арқылы href-ке styles папкасының ішінде main.css аталардан бұл CSS болуы шарт. Жалғағаннан кейін өзіміздің index.html-імізді LiveSAS Compiler, то есть Live Server арқылы браузерімізді ашып аламыз. Өзіміздің браузерімізде index.html файлымыз ашылды. Оның main.css файлы жалғанған. Біздер main.scss-ке қандай код жазатын болсақ, ол main.css келіп түседі. Бұны бізге тәмінлеп беріп тұрған нәрсені еді, төмендегі watch SAS, яғни бұл жерде watching болып тұрды. Егер бұны өшіріп қоятын болсақ, watch SAS болып тұрады. Watch SAS-ты бір басатын болсақ, біздерде watching болады қайтқан. Бұл жердегі терминалға қарайтын болсақ, то есть output-қа watching деп атыпты, generated, яғни бұл жердегі main.css, main.css.map файларын бізге генерация қылып беріп атыпты. Яғни watching, яғни көзет тұрды. Қашан біздер main.css-ке өзгеріс кіртетін болсақ, мысалы үшін text decoration, төменде және нәрсе келіп шығады, яғни сондай минутта, сондай сағатта бізде өзгеріс пайда болды, оны генерация қылып берді біздердің файлымыз. main.css-ке қарайтын болсақ, уже бізде нәрсе пайда болғанын көруіміз мүмкін. Хоп, енді аламыз. Енді SCSS-тің, яғни SAS-тың имканиятларынан пайдалануды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда базиклерін көп шығамыз, яғни баслангыш. Бізде главный керек болатын нәрселер, ал кейін болса SAS бойынша видеоларымызды давам етіп кете береміз. Хоп. Енді мысалы үшін простой бір текст жазып алайық. Hello world. Текстіміз келіп шықты. Енді өзіміздің main.css бізде керек емес. SCSS файлымызға барып, стиль беруді басламыз. H1. Мысалы үшін font family sans serif. Мысалы үшін background color'ımыз бізде болсын green. Basic өзіміздің стильдеріміз. Сол margin 20 пиксель, padding 20 пиксель, border radius 10 пиксель. Енді бұл жердегі нәрселер, как браузерлерге, кросс-браузер үшін жазып беретін нәрсе, extension, бұны VS Code'дан сатып алсаңыз болады.
өзіміздің SCSS файлымызға жазған кодларымыз main.css'ге келіп түсіп жатырды. Бұл не арқасында өзіміздің WatchSAS, то есть WatchSAS, яғни LiveSAS компайлер экстеншнымыздың арқасында. Онда давам етеміз. H1 тегіміз, сол үшін SCSS-ге өзіміздің стилдерімізді бердік. Сол үшін фонд колорымыз болсын бізде ақырын. Осыған ұқсап өзіміздің стилдерімізді қатынды беріп кетуіміз мүмкін. Енді келін тикарға parent child, яғни бағана айтқандай өзінің әкесінің ішіне баласын, оның ішіне nested child'ларын беріп кету ұсылынан мүмкіндігінен пайдаланып көреміз. Оның үшін бізге мысалы үшін .container деген класс керек болады. Оның ішінде мысалы үшін box, одан маған 300 керек болады. Мысалы үшін берге box 1, box 2, box 3 қойымыз. 3 біздерден нәрсе кеп шықты. Енді өзіміздің контейнерімізге стиль беруді бастаймыз. Container. Мысалы үшін width'ымыз болсын біздерде 80%. Margin жоғары мен төменге 0, шеппен auto, яғни ортаға келіп алу үшін, яғни оңалтақты ортаға келді. И мысалы үшін margin кереміз бізге. Хоп. Кейін display flex болсын. Flex темасын өткен сабақтарда сілеме үйреніп кеттік. Gap 30 тұп береміз ішіне, 15 пиксель. Мысалы үшін padding керек болады бізде 20 пиксель. Background color береміз. Сәл сарықшылы берейін. Мысалы үшін border radius береміз 10 пиксель. Жоқта қосымша стилдеріміз бізге керек емес. Мысалы үшін оның ішіне жазыларымыз бар. Енді осы жерге келдік. Яғни контейнердің ішіндегі әрбір боксқа беру. Яғни әрбір айтымға стиль беру. Бұның үшін жаңа айтқандай, өзіміздің CSS-те жазатын болсақ, мысалы үшін контейнер, оның ішінде бокс деп беруіміз керек еді. Ал бұл жерде болса, контейнердің стильдерін жазғаннан кейін, соның ішіне прям жазып кете береміз. Мысалы үшін бокс дейміз. Яғни бұл бізге затты береді, контейнердің ішіндегі бокс деген нәрсені береді. Мысалы үшін бұл бізде тең болады контейнердің ішіндегі боксқа. Давам етеміз. Берген мазмұнда padding береміз. Мысалы үшін 20 пиксель, то есть 10 пиксель. Background color'ымыз болсын бізде. Жасыл реңк. И мысалы үшін border radius болсын 10 пиксель. Бұл нәрселер бізге керек емес. Мысалы үшін padding'імізде де өшіп кетті 10 пиксель. Болды. 10 пиксель и 25 пиксель. Сәл басқашылап болды. Осы бізде SAS-тың тикарға имканиятларынан бірі. Енді мысалы үшін CSS-те код жазып жүргенде біледі, өзгеруші жарату. Яғни CSS-те бізде қайтып өзгеруші жаратады еді. Кейін бірінші CSS-тегі версиясын көріп шығамыз. Бізге бірінші кезекте жоғары тарапке қосынұқат, root бұйрығы, әмде оған пиорная скобка, оның ішіне өзіміздің өзгерушілерімізді жазып, оған значение берілді. Яғни бұның сатына жаза алмайсыз. Сол үшін bg color rgba сол үшін 000 сол үшін 5. И бұл жаққа келіп тұрып background color, variable ішіне өзіміздің bg color деп пайдаланамыз. Енді бұл нәрсені SAS бізге жүдем аңсатластырып беріп қойды. Ешқандай root, ешқандай алдына девислер қойышатын емес, ешқандай пайдаланатын уақытта variable деген бұйрықтарды, методтарды қолдану шарт емес. Просто өзіміздің доллар бұйрығы арқылы доллар белгісін салып, өзгерушіміздің атын жазаңыз. Мысалы үшін bg color. Келіп тұрып, просто өзіміздің қалаған реңімізді береміз. Болды. Green. Болды. Ешқандай орын, ешқандай сайламайды. Просто өзіміздің доллар бергенімізді салып тұрып, өзгерушімізді жаратамыз, оған значение береміз. Әмде оны шақыратын уақытта, мысалы үшін келім шақырып көрсін. Өзгерушін шақыру уақытында, мысалы үшін доллар белгісін салып тұрып, тап сол өзгерушінің атын жазып шақыруымыз мүмкін. Себеп қылып қараймыз, өзіміздің бэкграундымыздың өзгергендігін көреміз. Яғни бұл жердегі өзгерушіні мысалы үшін өзгертетін болсақ,
тарихта ең көруіміз мүмкін. Түсінікті болды деп ойлаймын. Біздегі SAS-тың тек арғы имканиятлары сол. Алдында жудайым SAS-тың көп имканиятлары бар, қызық. Кейінгі видеоларда бұлар хақында толық үйреніп өтеміз. Ал бүгінгі видео үшін болса, меніңше жеткілікті деп ойлаймын. SAS-ты қайтып жалғау hamda оның тек арғы имканиятлары. Сенімен болған Ықылас Аралбаев. Кейінгі видеоларымызды күтіп қаласыз деп ойлаймын. Қош сау, саламат.